Қажекейдің бір түрі талиядан сборка жасалған. Алдында крючоктары бар ма? Талияға дейінгі. Енді осының лекалдарын сізге көрсетейін. Мінеке, егерде сізде екі вариант бар. Оны осындай плоттыр қағазға түсіру, немесе А4 қағазға түсіру. Плоттырға түсіргенде сізге бірден осындай үлкен қағазға түсіріп береді. Сіздің жұмысыңыз қаншымен бәрін қиып, детальдарды шығарып алу. Әр детальда өзінің аттары жазылып тұр. Бұл қай жері және қай деталь кіммен қосылу керек. Қазір осыны іс жүзінде көрсетемін. Камзолдың ішін астарлау. Осы модельде астарлау күрделі түрі. Астарлаудың әр түрі бар. Бұл астарлаудың сол бір түрі. Міне сіз болашақта осылай астарлауыңызға болады. Бұл көйлекті қажекейді әдемірек көрсету үшін жасалған нәрсе. Сіз өтіп істемей-ақ қойыңызға да болады, егерде сіз оның жолын білсеңіз. Ал именно осы модельде ішкі құрылысы осындай болады. Әр электрондық лекалда тест бар. Тесттің ұзындығы 10-10. 10-10. Және сізде арнайы қағаз болады, мұнда неше деталь болатындығын. Сіз оны қиып алуыңызға болады. Сіз оны аккуратно осылай кесуге болады, я болмаса бұның бәрін бөлшектеп алуға болады. Әр детальға тігіске қалдырылған. Я болмаса орысша нашов дейді. Сіз оны былай қиып алуыңызға болады. Енді мен әрі қарай осылай бәрін қиып шығам. Осылай детальдардың бәрін қиып алғаннан кейін, міне алдарыңызда тұр. Енді қараңыз, мысалға мынау основной матадан, основной мата деген жаңағы велюр матаны айтады. Міне көрдіңіз бе, қосылатын орындары 2-2 тігіске қалдырылған. Мынаның бәрі осылай қосылады. Енді мына жерге қараңыз, 15-15-ді. Бұл 15-15-пен қосылып тігіледі деген сөз. Мына жерде жиырылатын орны тұр, қанша жиыру керектігінде. Енді мынау лекалдың артқы, мінеке середина спинки деп тұр, мына середина спинки. Енді мына астыңғы лекалы жазылып тұр әрі. Бұл подклад матадан да пішіледі деген сөз. Мінеке арты, бұл астары. Енді алдыңғы детальға қараңыздар. Алдыңғы детальда бізде подборд деген тұр. Қазір көрсетем оны. Егерде біз алсақ, дайын киімді, мінеке мына детальдар осылай пішілген. Мінеке, мынау выточка. Выточка пішкен кезде ыңғайлы болу үшін сіз оны былай кесіп қоюыңызға болады. Ал мына қалғанын бүгіп тастауға болады. Бұлай. Бұл осыған тігілетін астары. Мынау келесі астары. Мына осылай. Негізінде бұны тіге алатын, бұрын тігі жүрген кісілерге өте ыңғайлы. Ал егерде сізде бұны қалай қосам, қалай тігем деген сұрақтар туындаса, бізде арнайы мастер-класс болады.